Кешігіп келдіңіз бе, әлде келгіңіз келмей қалды ма, ұйықтап қалдыңыз ба, не болды, тыныштық па? Енді шын мәнісінде келгім келген жоқ бүгін. Жауапсыздығымыз үшін редакция ұжымынан сіздерден кешірім сұраймын. Енді кешегі сайыстан кейін қазір болып жатқан, айтылып жатқан әңгімелер кішкене бір қатты тиіп кетті маған. Содан кейін келгім келген жоқ жалпы. Андай ғой енді, мен тарапыма айтылып жатқан дүниелерді мен көтере аламын. Қиналмаймын оған. Бірақ ата-анамның тарапына айтылған сөздер, ата-анамның реніші, сол дүниелердің барлығы кішкене Көңіліңізге қатты тиді. Көңіліме тиді. Енді бұған дейін айтылмады емес, айтылып жатыр. Менің тарапыма ғана келді ол дүние. Бірақ кешегі күннен кейін ата-анамның тарапына қатты айтылып жатқан сөздер, ол кісілердің реніші мен кәдімгідей тұрған орнымнан қозғалтып жіберді десем де болады. Енді не айтарын білмеймін, шынымды айтсам. Халық не ойлайды, ол дүниелерді дәл қазір ойлап тұрған жоқ.